Шарапов пен Елдос Қадырханов, Серік Ибрагимов, Ахметбек Нұрсиланың шынайы бетпердесін ашты. Олар Дина Төлепбергеннің қызметі нағыз журналисттің келбетіне ұқсамайды, дейді. Нұрболхан Шарапов пен Елдос Қадырханов, Серік Ибрагимов өзара отырып шегіртке мәселесін талқылады. Соңғы кезде әншілердің шегіртке атанып, Ахметбек Нұрсиланың абыройын артты. Кейбірі кәсіпкердің өзін айыптайды. Алдымен Дина Төлепберген туралы айтсам, ол кісіні нағыз журналист шындықты бетке айтады деп жатады. Нағыз журналист маман әншілердің лотереясын зерттей ме? Лотереядан тұра ма шындық? Шындықты айтатын болса, коронавирус жайлы неге айтпайды? Шындықты айтатын журналист болса, қанша миллиардтаған ақша туралы неге айтпайды? Неге басқа шындықтың бәрін айтпайды, деді Нұрболхан. Айтатын болса жұмыстан кетер еді, деп қосты Елдос Колобок. Мақтаралға барып неге материал дайындамады? Неге журналистік зерттеу жасамады, деді ол. Серік Ибрагимов еріккен адамның бәрі әншілерді айыптайтын болды деп налыды. Қазір бір нәрсе болса әншілерді айыптайды, осынша ақша алады екен дейді. Біз өзіміз сұранбаймыз ғой, тойға барайықшы деп. Өздері сұрайды ғой, сұраныс бар бастысы, деді ол. Серік Ибрагимов тойға $2000, Елдос Қадырханов 300-400 мыңға, Нұрболхан Шарапов 400 мыңға тойға шығатынын айтты. Шегіртке тақырыбын көтерген Ахметбек Нұрсиланың бә-бә деп ән айтқаны қай сасқаны? 60 жастағы азамат немерелерінен ұялмай ма? Ол кісінің негізгі мақсаты билікке келу екен. Шәкірттерінің өзі лотерея ұйымдастыруды үйренген. Осылайша жұлдыздарға қарсы шығып отыр. Бұл өзіндік әдісі. Жұлдыздарды халыққа қарсы қою арқылы өзіне ұпай жинайды. Сосын халықтың сеніміне кіріп, соңынан ерген соң билікке ұмтылмақ, партия ашпақ, деді әзілкеш.